Сәлем оқырман, каналыма қош келдің. Бүгін мен Азамат Скафовтың «Сен» атты әңгімесін оқитын боламын. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жазуды ұмытпаңыз. Генератор әдеттер. Бір уақытта 4 әдеттен артық қалыптастырмаңыз. Әдет қалыптастыру деген тақырып айтылса, бір уақытта қанша әдетті қатар қалыптастыруға болады деген заңды сұрақ туындайды. Бұл процесте бір әдет аз, бірақ 4-тен көп болмағаны дұрыс. Ең әдемісі 2 немесе 3 әдетті қатар қалыптастыру. Дегенмен, генератор әдеттер деген түсінік бар. Генератор әдеттер өзінің артынан басқа да әдеттерді тартып алады. Егер әдет қалыптастыруды қолға алсаңыз, осы генератор әдеттерден бастаңыз. Мысалы, дұрыс ұйықтау генератор әдет. Қазір көп адам түнгі 12 сағат 1-ге дейін ояу жүре беруге үйреніп қалған. Ал дұрыс ұйықтауды қолға алған адам түнгі 10:30-нан 11 шамаларында ұйықтап қалады. Енді сіз уақытылы ертерек ұйықтауды қолға алдыңыз деп ойлайық. Ерте ұйықтаған адам не істейді? Әрине, автоматты түрде ерте тұра бастайды. Алғашқы кездері 1-2 аптаға дейін ерте тұрмауыңыз мүмкін, бірақ біраз уақыт өткен соң қалай ерте оянатын болғаныңызды өзіңіз де байқамай қаласыз. Ерте ұйықтадыңыз, ерте ояндыңыз. Ал ерте оянған адам не істейді? Жазуын жазады, су ішеді, жаттығу жасайды. Артық 1 сағаты пайда болған соң кітап, пайдалы ақпарат оқи бастайды. Таңғы асын уақытылы, тұрақты ішеді. Көрдіңіз бе? Бір ғана әдет өзінің артынан қаншама әдетті қалыптасуына әсер етті. Спортпен айналысу да генератор әдет болып саналады. Спортқа көңіл бөлген адам ақырын дұрыс тамақтану туралы іздене бастайды. Спортпен шұғылданған адам сергек болады. Мысалы, таңертең ерте жүгірсеңіз, түнде де ертерек ұйықтап қаласыз. Бізде қазір миымыз шаршағанмен денеміз шаршай қоймайды. Сондықтан да ерте ұйықтау көп адамға қиын. Ал жүгіріп физикалық тұрғыда күш жұмсаған адамның шаршайтыны анық. Сол себептен тез ұйықтауға кетеді. Осылайша режиміңіз бен ұйқыңыз да реттеледі. Генератор әдеттердің қатарына дұрыс тамақтануды да жатқызамыз. Кешкі 6-дан кейін тамақ ішпесеңіз, ұйқыңыз дұрыс болады. Таңертең ерте әрі жеңіл болып оянасыз. Яғни, бұл бір шеңбер сияқты. Бір әдеттер өзінің артынан автоматты түрде жаңа әдеттердің қалыптасуына әсер етеді. Жаттанды әлсіздік, қорқыныш психологиясы. Біздің әрбіріміздің бойымызда жаттанды әлсіздік бар. Миымыз кейбір дүниелерді мен әлсізбін, менің қолымнан келмейді деп шешім шығарып жаттап алған. Мысалы, ерте кезеңдерде қателесу адамның өмірінде үлкен қауіп төндірді. Адамдар әлі сөйлей алмайтын тас ғасырында азулы аңдардың апаны бар екенін ұмытып кетуі өлімге алып келетін еді. Сол секілді жеуге болмайтын жемісті жеп қойса, ажал құшады. Ол заманда қателесудің жазасы тым ауыр болатын, бірақ қазір олай емес. Бала күнімізде байқамай шай төгіп алу үлкен қателік болатын. Байқамай төгіп алсаңыз, бір жеріңізді күйдіріп алуыңыз мүмкін. Не болмаса үлкендерден ұрыс естисіз. Ал қазір олай емес қой. Егер шай төгіп алып жатсаңыз, күйіп қалмау үшін қолыңызды алып үлгересіз. Төгіп алғаныңыз үшін ешкім сізді ұрыспайды. Жай ғана өзіңіз орнын сүртіп ала саласыз. Дегенмен біздің бейсанамызда қателесу қауіпті, қателесуге болмайды деген сенім қалыптасып қалған. Мүлдем жасамай қою да үлкен қателік. Қойшы осыны істемей-ақ тыныш жүре берейін деп айтуға болмайды. Бұл адамның дамуына, өсуіне, өмірінің сапасына кері әсер етеді. Қазір көп адамның айтып жүргені өте дұрыс. Қателесуден қорықпау керек. Қателесу норма. Осы мидағы шектеулер туралы ғалымдар шегірткелерге тәжірибе жасайды. Әлі өспеген табиғатынан әлсіз, кішкентай шегірткені үлкен шегірткемен төбелестіреді. Бірақ ғалымдар сол төбелестің алдында үлкен шегірткені әдейі әлсіретіп,
аш күйінде ұстайды. Әрине денесі үлкен болса да, қолдан әлсіздендірген үлкен шегіртке жеңіледі. Екінші ретте де, үшінші ретте де кішкентай шегірткені әдейі жеңдірді. Төртінші рет шынымен үлкен әрі күшті шегірткені жібереді. Сенесіздер ме? Бұл жолы да кішкентай шегіртке үлкен шегірткені жеңіп кетеді. Бұл жеңіске не әсер етті? Кішкентай шегіртке мықты болып кетті ме? Жоқ, бар болғаны оның сенімділігі күшейді. Жеңе алатынын түсінді. Жаттанды әлсіздіктен құтылған соң шынымен де жеңіске жетті. Сіздің ішіңізде қандай жаттанды әлсіздіктер бар? Өзіңізге не нәрсеге шектеу қойдыңыз? Ойланып көріп, осы бағыт бойынша кішкентай болса да жасанды жеңістер ұйымдастырыңыз. Әлсіздік танытқан, ойлағанда қорқыныш тудыратын тұстармен жұмыс істеңіз. Сіздің ішіңізде қандай жаттанды әлсіздіктер бар? Өзіңізге не нәрсеге шектеу қойдыңыз? Ойланып көріп, осы бағыт бойынша кішкентай болса да жеңістер ұйымдастырыңыз. Бір бала мектепте өте нашар оқиды. Қалай үйретсе де ештеңе қабылдамайды. Мұғалімдердің мектепке қайта-қайта шақыртып, сіздің балаңыз топас адам болмайды дегеніне ата-анасы да шаршап кетеді. 2006 жылы барлық бітірушілермен бірге осы америкалық бала да ең қиын SAT тестін тапсырады. Нәтижесінде өте жоғары ұпайға қол жеткізеді. Мұғалімдер түгілі ата-анасы да балаға сенбейді. Сен көшірдің, немесе бір құйтырқы әрекет жасадың деп баласын кінәлайды. Бұл баланың өзі үшін де бір таңғажайып оқиға еді. Қалай үздік тапсырып кеткеніне өзі де аң-таң. Себебі көшіргісі келсе де көшіруге мүмкіндігі болмаған еді. Қалай алып қараса да, ең қиын деген тесттің өзінен бала жоғары көрсеткіш алды. Ауыр емтиханнан күшті нәтиже көрсеткен соң, ата-анасында баланың өзінде де шынымен білімді болып тұрмын ғой деген сенім қалыптасады. Тесттегі үздік нәтижесімен жас жігіт ең үздік университеттердің біріне түседі. Ол жерді де өте жақсы нәтижемен аяқтайды. Кейін ол танымал әрі ірі кәсіпкер болып қалыптасады. Мектеп кезінде басына білім қонбайтын баланың мұндай үлкен жетістікке жеткеніне таң қалатын адамдар көп еді. Ғалымдар бұл жетістіктің сырына қаныққысы келіп зерттеу жүргізеді. Сонда да дәл сол 2006 жылы емтихан вазасында қате кетіп, 31 адамға жүйенің өзі қателесіп 100% нәтиже беріп жібергені анықталады. Шын мәнінде бала ақылды емес еді, бірақ миындағы жасанды әлсіздіктен құтыла салысымен ол топты жарды, мықты жетістіктерге жетті. Әлсіздік тек біздің басымызда ғана, одан құтылуға болады. Жоғарыда шегірткенің мысалы да, мықты бизнесменнің оқиғасы да осыған дәлел. Адамдармен танысуға қорықсаңыз, әрекет жасап көріңіз. 2-3 рет жасаған соң, бұл соншалықты қорқынышты емес екеніне көзіңіз жетеді. Адамдармен танысу жеңіл, үйреншікті болып кетеді. Осыған дейін жақсы әдеттерді қалыптастыруды қаншама рет бастап тастап кеткен болсаңыз да, уайымдамаңыз. Соңына дейін жеткізе алмаймын, менің өзгеруім қиын деу миыңыздағы жасанды әлсіздік қана. Керек болса, өзіңізге қолдан жасанды жетістіктер ұйымдастырыңыз. Жаңа әдет қалыптастыруға көмектесетін әдістер: маңыздылық беру, қадағалау, айна терапиясы, кедергілерді азайту, амал жасау, коуч кеңес, негізгі қадамдар. Маңыздылық: осы әдетті қалыптастырамын деп айту оңай ғой, бірақ сіз үшін бұл қаншалықты маңызды? Осы сұраққа арнайы жауап іздеп жазып көріңіз. Бұл әдетті қалыптастырып өзгеру үшін нені қысқартуға дайынсыз? Мысалы, темекі шегетін адам одан құтылу үшін темекі шегетін достарымен кездесуді азайту керек. Дұрыс тамақтанғысы келетін адам өзінің сүйікті мейрамханасына баруды қысқарту керек. Қадағалау: кез келген мәселені қадағалау оның дамуына алып келеді.
салмақпен проблема болса, күн сайын таңертең салмақтарыңызды жазып жүріңіздер. Бұл маңызды. Ол қалай жұмыс істейді? Англияда артық салмағы бар адамдарды жинап, екі топқа бөледі. Бірінші топтағы адамдарға 40 күн бойы уақыт береміз. Сіз салмақ тастаңыз деген тапсырма береді. Екінші топқа күнде таңертең салмақтарыңызды өлшеп, мына қағазға жазып отырыңыздар деп айтып үйлеріне жібереді. Зерттеу нәтижесі қалай болды дейсіздер ғой? Ең қызығы 40 күннен кейін салмақтарды өлшеп жазып жүріңдер деген топтың 87% салмақ тастаған. Ал артық салмағынан арыл деп тапсырма беріп жіберген адамдардың 20% ғана нәтиже көрсеткен. Айна терапиясы. Сізге не ұнамайды? Сонымен жұмыс істеу керек. Мысалы, өзіңізге айнаға қараған кезде не ұнамай тұр? Соны саралап, өзгертуге күш салыңыз. Артық салмағыңыздың жасыңызды үлкейтіп тұрғаны ұнамаса, арылуды бастаңыз. Бетіңізде түрлі дақтар, мәселелер болса, косметологқа барып, тазартудың амалын жасаңыз. Бұл терапияны басқа сфераға да қолданып көріңіз. Айнаға қарағанда өзіңізді толық көре аласыз ғой. Сол секілді өзіңізге шынайы қарап, сізге ұнамайтын қасиеттерді жазып шығыңыз. Жеке даму бойынша сізге не ұнамайды? Қандай әдеттерден арылғыңыз келеді? Қандай кемшіліктерді көзін жояр едіңіз? Қай қабілетіңізді дамытасыз? Жазып шығыңыз. Кедергілерді азайту. Мақсатыңызға жеткізетін жолда сізге кедергі келтіретін триггерлерді шектеңіз. Мысалы, темекі шегуді қойғыңыз келіп жүр, ал күнде жұмыста қасыңыздағы екі әріптесіңізбен бірге үзілісте темекі шегу әдет болып қалған. Күн сайын үзіліс уақыты келгенде немесе сол әріптестеріңізді көргенде ми өзінің жаттанды қылығына қарай тартады. Сіз сол жатталып қалған әдетті ауыстырыңыз. Үзілісте басқа бір ермек табыңыз. Екі әріптесіңізбен уақытша азырақ қарым-қатынас жасауға тырысыңыз. Барлығының амалын табуға болады. Есесіне, мақсатқа жетуге бір қадам жақындайсыз. Жай ғана бастап кетіңіз. Бастап кету жеңістің бір бөлігі. Шексіз жоспарлап жүре беруге болады. Амалдар ниетке байланысты деген хадисті естіген боларсыз. Алғашқы қадамды жасасаңыз, жол өзі ашыла береді. Бастаған адамда ғана нәтиже болады. Ми және әдет. Ми біздің өмірімізде үлкен рөл ойнайды, бірақ біз ми туралы ештеңе білмейміз. Тіпті ғалымдардың өзі миды зерттеу бойынша өте аз жетістікке жеткенін мойындайды. Оның структурасы қалай жұмыс істейтіні әлі күнге дейін толық белгілі емес. Ми туралы сіз бен біз білуіміз керек. Ең қарапайым ақпарат: ми жай ғана ет емес, ол 18 бөліктен тұрады. Мидың әр бөлігі әртүрлі нәрсеге жауапты. Негізі 80% функциясы бойынша қимыл қозғалыстарымызға жауап береді. Бір қызығы, біздің денеміздегі түктердің өзі миымыздың тарапынан бақылауда. Мидың жауапкершілігінде тұр. Адамның қимыл қозғалысы көп болмаса, мидың кей бөлімдері ақырын істен шыға бастайды екен. Қазір біз күнделікті өте аз қимылдаймыз. Сондықтан өзінің қамын ойлаған әрбір адам спортпен үзбей айналысу керек. Салмақ бойынша ми денеміздің 2 ғана пайызын алады. Ал энергия қорыту бойынша бірінші орында. Әдетке қатысты ми толқындарын ғалымдар жан-жақты зерттеген. Төмендегі кестеден екі түрлі жағдайда мидың қалай энергия жұмсайтынын көруге болады. Белгілі бір істі алғаш рет жасаған кезде ми толқындары өте жоғары болған. Ал ол оқиға әдетке айналған кезде алғашқы қимылында және соңында ғана жоғары толқындарда болады.
процестің өзінде әлдеқайда төменгі және бір қалыпты толқындарда тұрады. Яғни ми әдетке айналдырып алса, ортадағы қаншама энергияны экономдайды. Мидың әдет қалыптастырудағы мақсаты осы. Енді өзіңізге салып та ойланып көріңіз. Сіз де білмеген таңсық дүниені жасағанда әлдеқайда көбірек энергия құртасыз. Мысалы, бұрын араласпаған жаңа ортаға барғанда сіз уайымдайсыз, өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз, қысыласыз, мини-стресстен өтесіз. Түрім дұрыс болып тұр ма? Киімім қалай тұр? Не айтамын деген секілді сұрақтармен миыңызды көп мазалап жібересіз. Бейтаныс ортаға барғанда үнемі барлығын бақылауда ұстап, анализ жасап отырасыз. Ал өзіңіз үйреніп қалған таныс орта болса, миыңыз осынша көп энергия құртпайды. Мидың мақсаты осы нәрсені әдетке айналдырып алу, соның әсерінен аз энергия жұмсау. Спортшылар күнделікті спортпен айналысу, жаттығу үшін көп энергия құртпайды. Себебі оларға бұл әдет болып кеткен. Дене әрекетті мидан да жақсырақ түсініп алады. Ғалымдардың зерттеуінше, боксерлардың шаршы алаңдағы қорғануы, ұруы ойланбай, автоматты түрде қалыптасып кетеді екен. Неге? Өйткені ми әрекетті жаттап алған. Осыны үйреніп алсаңыз, өзіңізге ұнамай жүрген әдеттеріңізді өзгертіп, оп-оңай екенін көзіңіз жетеді. Нашар әдеттерден тезірек арылудың маңыздылығы. Бір жас жігіт жаман әдеттерден арылудың жолын сұрап данышпанға барыпты. Данышпан кісі оған, сен ана бір жас шыбықты суыршы депті. Жігіт қиналмай-ақ суырып алыпты. Енді одан жуандауын суырып алуды тапсырады. Ол досын көмекке шақырып, тапсырманы сәтті орындайды. Одан да жуан ағашты көрсеткен екен. Ол барлық достары мен таныстарын шақырса да орнынан қозғалта алмапты. Сонда данышпан, көрдің бе депті. Жаман дағдыдан бастапқыда құтылу жеңіл. Ол кезде оған өзінің де шамаң жетеді. Кейіннен достарыңды көмекке шақырасың. Ал нашар қылықты көп уақыт қайталап, ол қанға әбден сіңген кезде көмекке қанша адамды шақырсаң да бәрі кеш болады деген екен. Жағымсыз әдеттерден арылуға болады. Ең бастысы, ушығып кетпей тұрғанда ертерек әрекет қылыңыз. Жағымсыз әдеттен құтылу формуласы. Әдет орындалу процесі негізі 3 этаптан өтеді. Сигнал, әрекет, нәтиже. Алдымен миымыздағы нейрондық байланыстарға сигнал керек. Сигнал бұл старт деген сөз. Бағдаршамда жасыл түс жанғанда барлығы қозғалатыны секілді, сигнал болған кезде процесс те басталады. Мысалы, қарныңыз ашты, бұл сигнал. Тамақ жедіңіз, әрекет. Қарныңыз тойды, бұл нәтиже. Бір қыздың тырнағын тістей беретін әдеті бар екен. Не себептен тырнағын тістейтінін өзі де білмейді. Содан қыздан қай кезде, қандай сәттерде тістейсің деп сұрайды. Оның жауабы қарапайым болады. Ішім пысып, зерігіп кеткен кезде тістей бастаймын. Тырнағыңды тістегеннен кейін өзіңді қалай сезінесің? Өзімді күшті, сабырлы, бақытты сезінемін. Бәрі бақылауымда, қауіпсіз сияқты. Ғалымдар қызға бұл әдетін қойдыру үшін не істейді? Олар әдет этаптарының орындалу ретін жақсы білді, сондықтан сигнал мен нәтижені орнында қалдырды. Әрекетті ғана өзгертті. Енді қыз тырнағының бір кемшілігін байқап, тістегісі келген уақытта столды саусағымен ұруды бастайды. Ауызға салып тістеудің орнына саусағын столға ақырын ұрады. Осы әрекетін өзгерткен соң қыз тырнақ тістейтін әдетінен
құтылып кетеді. Дәл сол секілді бір жігіт болады. Ол уайымдағанда, қысылған уақыттарында темекі шегеді екен. Зерттесе, жас кезінде достары сөз арасында темекі шексең крутой боласың деп айтқаны белгілі болады. Содан бір күні туған күн кешіне барып, бір сұлуды көріп, сыртынан ұнатып қалады. Бірақ барып танысуға ұялады. Сол кезде ойына достарының айтқаны келіп, темекі шегіп алады. Содан кейін бойжеткенмен танысады. Енді оның миы темекіні қалай байланыстырып алады? Өзіңе сенімсіз болып тұрған кезде, бір нәрсені уайымдағанда темекі шексең, жетістікке жетеді екенсің деп қабылдап қалды. Осыдан кейін жігітке кез келген өзін ыңғайсыз біртүрлі сезінген кезде ми дереу темекі шексең жеңіске жетесің деген шешімді ұсынады. Мидың мұрағатында солай қабылданып қалып кетті ғой. Кофе көп ішетін адамдарды алып қарайық. Мысалы, сіз көп кофе ішесіз. Неге? Жұмыста отырып басыңыз ауырғанын басу үшін кофе ішуді үйреніп алғансыз. Енді оны қалай қоюға болады? Басыңыз ауырды. Сигнал: кофе іштіңіз. Әрекет: басыңыз қойды. Нәтиже: бұл жерде сигнал мен нәтижені өзгертпейсіз, тек әрекетті ауыстырамыз. Осымен біздің бүгінгі видеомыз өзінің аяғына жетті. Соңына дейін қараған болсаңыз, сізге рахметімді айтамын. Және де бүгінгі видеодан өзіңіз қандай ой түйдіңіз, соны комментарийға жаза кетіңіз. Және де алдағы уақытта қандай кітаптың аудио нұсқасын қалайсыз, соны да жаза кетіңіз. Ендеше менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, видеома лайк басып, өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Ендеше сау болыңыздар.